шығармашылық жолым 1991 жылы қазіргі мынау Алматы қаласындағы Чайковский атындағы музыка колледжінде ең алғаш жаңағы өнер жолын бастадым. Негізгі ұстазым қазаққа әйгілі деп айтсам болады, отырар саз оркестрінің белді домбырашысы болған, көптеген күйлердің авторы болған кісі Ермұрат Сүйінов деген ағамыз. Сол кісінің шәкірті болдым деп айта аламын. Ең алғаш мен бала күнімде домбыраны ең алғаш ұстадым. Өйткені мен отбасым, өзімнің әке шешем, бауырларымның бәрі өнер жолындағы адамдар негізі. Сол кісілердің домбыра ойнағанын көріп, қызығып, ең алғаш сол кішкентай күнімде мектеп қабырғасында жүргенде сол домбыраны ең алғаш ұстап бастадым. Өзіме өте жақын күйлер, шертпеге өзі жүрегіме жақын күйлер. Соның ішінде Қаршыға ағамыздың, Ахмедияровтың Қосбасар деген күйі өте ерекше жақсы көремін сол күйді. Ол күйде табиғаттың сұлулығын және бір лирикалық күйлер ғой негізінде шертпе. Соны бейнелейді. Сол күйді өте ерекше жақсы көремін негізінде. Шығармашылықтағы жолым бұл негізінде менің мамандығым басқа туризм еді. Осы шығармашылық жолым осы Нархоз университетінен басталды. Ол жақта студия болған. Сол студияда Бақытжан Қожахмет деген ағамыз болған. Соның маған мүмкіндік берді. Сөйтіп сол бойынша музыкаға деген желанием өте қатты болды. Сол кезде музыка жаза бастадым. Содан бастап музыка жаза бастадым, сөйтіп опыттана бастадым, сөйтіп қазір одан ары музыка жасаумен өтіп келе жатыр. Негізінде жобалар өте көп, әр жоба өзінше ерекше. Мен үшін ең ерекше жоба бұл осы бір-екі жыл бұрын, осы 2 жыл бұрын ба бір жоба бастаған едім. Бұл жоба Ресей азаматы болған. Ресей азаматы Азамат Мусагалиев деген соған 2 ән жаздым. Сол маған өзіме ең ерекше жоба. Одан кейінгі ерекше жобалар көп. Қызық Таймсқа 8 жыл болды музыкалар жаздым. Сосын қазіргі шығыватқан Ернар Амандықтың Кейіпкері деген әніне дауысын жазып, мысалы. Бұл әр жоба өзінше ерекше. En jij op het orsamon. Fata titta fata titta fata titta fata ta. Fata titta fata titta fata titta fata ta. Қайтты бауырым. Fata titta fata titta fata titta fata ta. Бір видео емес, бірнеше видео тараған. Сол атамызды ол бұрыннан бері 2 ай болды негізі тапқанымнан ше сол видеоны. Сол видеоны 1 айда сақтап жүрдім негізінде. Сөйтіп атаны сала бастадым. Сол ата бастағаннан кейін 2-ші видеосын салдым. Ол да өте бастады. Және ол 2-ші әні, 2 әнінде вирусный болды. Сол әннен кейін 3-ші сол Қайрат ағамыздың видеосын тауып алдым, интервьюін ютубтан тауып алдым да, соны жасап, әрлеп, сосын 3-ші видео ретінде соны салған кезде, сол үшеуі де өзінше бір вирусный әндер болып кетті ғой. Сондай. Реакция ешқандай 0 реакция. Ондан ешқандай сезім жоқ қандайға. Алла бақтарын аша көр, таудай талап беріп, бармақтай бақ бере көр. Раббана атина фид дүния хасанатан фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан нар бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар. Жалпы әркім шығармашылыққа әрқилы келеді. Менде профессионалдық білім жоқ, әншілікке байланысты, журналистикаға да байланысты. Сондықтан кей кездері мені таныстырады журналист деп, кей кездері актриса деп таныстырады. Мен Досхан ағаларыңның Құнанбай фильмінде Абайдың Ұлжан деген анасын кішкентай бір эпизод бар, сонда ойнаймын. Бірақ мен өзімді актриса деп есептемеймін. Бұл әшейін менің өмірімде болған кездейсоқ деп айтпаймын, бірақ режиссер ағаларың сөйтіп көріп тұрғандықтан солай жұмысқа кірісіп, сөйтіп шыққан дүние. Ал енді журналистикаға келетін болсақ, мен өзімді тележүргізушімін деп есептеймін. Себебі
бір жағынан журналистер де көп. Газетте мақала жазады, арнада сценарийлерді жазады, мәтінді жазады, жүргізуші де болады. Бірақ кей кездері әркім жүргізуші бола алмайды. Мықты журналист болып, камераны сезбейтін, камерада жұмыс істей алмайтын, камераның мысы басқан кезде соны көтере алмайтын, я отырған көрерменнің тілін тауып, оның ішіндегі айта алмай тұрған дүниесін шығара алмайтын да журналистер бар. Демейтін қазақ жоқ демекші, мен музыкалық мектепте оқыдым, бірақ әнге деген құштарлығым бала кезден басталды. Сондықтан енді ақырын жүре келе сахнаға да шығуға тура келді. Оған енді маған үлкен бір қанат бітірген әрине Досқан ағаларың. Себебі Досқан ағаң айтты маған, Қарагөз, сенің тембріңдей, сенің даусыңның бояуындай бояу ешкімде жоқ деді. Сенің даусың ғажап деді. Енді консерваторияға екінші білім алып түскімде келіп еді, даусыңды құртуы мүмкін, қажет емес деді. Сонымен сондай жағдай. Өмір жолымдағы ерекше сәт енді Досқан ағаңмен қосылған сәт болар. Содан кейін керемет сәт болды менде. Байғали Досымжановтай біздің керемет опера әншісі Хадиша Бөкеева апамыздың жары мені өзі бір күн Досекең айтты, Байғали ағадан сұра, даусың келе ме екен, ән айтуға келмей ме екен, сол кісі сені тыңдасын деді. Ол кісі тыңдады да айтты, Қарагөз, даусың бар деді. Мен сені Құрманғазы оркестріне апарам деп, Айтқали Жайымовқа Құрманғазы оркестріне алып барып, мына қыз бір ән айтып концертке шығу керек деп батасын берген адамдардың бірі. Бұл кісінің даусы өте ерекше. Сіздер енді жассыздар, біле қоймайсыздар. Лирикалық тенор даусы. Мына Ресейдің атақты керемет әншілері болды. Соның ішінде Лемешев дегеннің даусына келеді. Байғали ағамыздың егер де даусын алып, өздеріңіз радиодан я басқа жерлерден тыңдап көрсеңіздер, бұл дауысқа ғашық болмау мүмкін емес. Өте сирек кездесетін дауыстардың бірі. Шабыт деген өзі ол әрқилы нәрсе ғой. Адам жақсы сөзден де шабыт алады. Адам бір істі тындырған кезде де шабыт алады. Бірақ мен ойлаймын, шабыт деген ол адамның бір жүрегіне ой салатын, адамның жүрегінде бір ойландыратын дүниелер болғанда да шабыт болады. Мысалы, өзіңнен өзің ән айтқың келеді, өзіңнен өзің күнделік жазғың келеді, көшеде өзің сөйлесіп жатып, бір кейбір дүниелерді көз алдыңа елестетесің, соның барлығы шабыт деп ойлаймын. Әрине, мақтауды кім жек көрсін? Кішкентай баланы мақтасаң, ол шабыттанып, ары қарай мысалы қозғала бастайды. Кез келген адам негізі өзі бойында әр үлкен адамның ішінде кішкентай бір бала жатыр. Солай деп есептеймін. Өнердің маңыздылығы өте жоғары. Қоғам оны бағалай білу керек. Әсіресе соның ішінде үлкен тұлғаларды, мысалы, актерлар, жазушылар, ақындар, суретшілер, композиторлар. Бүгінгі қоғамда біздің ақын жазушыларымызға мән берілмейді деп ойламаймын. Бірақ дегенмен әлі де болса ұлттың мақтанышы болатын тұлғалар бар. Соларға үлкен қолдау көрсету керек. Мысалы, ол әрине олар үлкен бір марапат алып жатады. Бірақ ол жеткіліксіз. Неге десеңіздер, ол марапаттың ар жағында аты бар болғанмен салмағы жоқ. Бүгінгі қоғамда өмір сүру оңай емес. Сондықтан өнер саласындағы, әдебиет саласындағы адамдарға үлкен қолдау керек. Мен соны айтқым келеді, себебі республиканың, еліміздің, ұлтымыздың, жеріміздің мақтанышы болған, денсаулығын өнерге берген, мысалы, талай травмалар алған актерлар жоқ емес. Соның ішінде мен Досекеңді айтар едім, бала кезден, мысалы, астмада болды, суға түсіп, киноға түскен кезде тынық мұхитқа түсіп кетіп, бандыны қуған Хамитта аты соқыр болып, астынан кетіп қалып, тасқа құлап, 4 жерде грыжасы бар, мысалы, я бел омыртқасында. Соның барлығы, бірақ соған қарамай, берілмей, өнерді көкірегіне мансұқ етіп, өмірінің үлкен мәні, мағынасы етіп қабылдаған жандарға үлкен қолдау көрсетілу керек. Мысалы, мемлекет тарапынан
мейлі ол 400 мың болсын, 500 мың болсын, қалған ғұмырларында сондай адамдарға, олар жас емес, жастарға 20 жастан сондай қаражат қойсын демеймін, бірақ мемлекет соған мән беру керек. Мән беру керек. Себебі олар қазір тірі қалғандары көп емес. Саусақпен санарлықтай. Ал енді ақын жазушылардың, жас жазушылардың, жас ақындардың кітаптарын шығару керек. Үлкен бағдарлама болу керек. Олар құнды дүние жазу үшін, олар күндіз түні жұмыс істеу керек. Олар кітапханада, мұрағаттарда отыру керек. Ол үшін қолдау білдіріп жатса, ол ұлтымызға қосқан үлкен үлесі болып табылады. Соған аса қатты мән беру керек. Мемлекет тарапынан әйтсе де ұлттың мақтанышы болатын адамдарға жеке өздеріне сай, еңбегіне сай қаржылай көмек жасалу керек. Өлгенше деп есептеймін. Ол көмек әрине марапат та жақсы. Орденді де алған жақсы. Медальді де алған жақсы болар. Бірақ оның күнкөріске ешқандай қосары жоқ. Мысалы, Голливуд актерлары бүгінгі біздің бетке ұстар актерларымызды, өнер қайраткерлерін айтатын болсақ, олар әрине миллионер болар еді. Біздің елде олар миллионер бола алмайды. Бірақ оның еңбегін бағалау керек қой. Ең құнды дүние қоғамда адамды бағалай білу. Ол әр салада. Соған мән беру керек деп ойлаймын.